Сәлеметсіздер ме менің YouTube көрермендерім. Мен бүгінгі тақырыпты ерлі зайыптыларға ашайын деп отырмын. Қазір көретін боламыз. Так, енді ерлі зайыптыларға ашамын. Алаңда кім бар, нелер бар, барлығын көрейік. Бұл жерде күйеуіңізге деген кішкене сенімсіздік бар, бір күмәніңіз бар сияқты. Қашан ұстап аламын деген сияқты сізде ойда бар. Өйткені мына жерде королева кубков деген шықты. Бұл жерде әр тамшы күйеуіңіздің әр ісін бақылау бар сізде. Және де бұл жерде күйеуіңіз қастандық жасай ма деген сияқты ойыңызда бар. Енді бұл жерде күмән, измена деген сияқты ойлайсыз. Измена жасайды деп ойлайсыз күйеуіңізді. Күйеуіңіз дәл сондай қадамға барады ма? Көрейік. Күмәніңізді кішкене сейілтіп көрейік. Болмаса күйеуіңіздің ойын көрейік. Бұл жерде измена бар деп айта алмаймын, өйткені тек қана ақша табу, табыс табу деген сияқты солай шығып тұр. Бұл жерде жол түсіп тұр жігітке. Қандай жол? Жоқ, бұл еркекте, бұл күйеуіңізде ешқандай измена жасайды деп айта алмаймын. Өйткені бұл жерде бақылауда жүрсіз. Өйткені сіз изменаны кешірмейтініңізді біледі ол. Не болса да күйеуіңіз ішінде ұстайды барлық нәрсені. Барлық нәрсені ішінде ұстайды. Көрініп тұр ма сіздерге? Жүрегіңізді жаралағысы келмейді. Верховная жрица деген шықты. Бұл жерде өзіне сақ болады, не істесе де. Және де отбасын, мына жерде әйел бала ұстап тұр. Отбасын, семьясын ойлайды. Өте сақ жігіт десем де болады. Атқа шегінетін жол жоқ деген сияқты. Бұл жерде просто так лақтырып тұр ғой. Кілді өзінде айырылып қалудан қорқады күйеуіңіз. Отбасын өте қатты бағалап тұр. Және де жол түсіп тұр күйеуіңізге. Жұмыс мәселесі жағынан. Сізге деген сезімін көргіш күйеуіңіздің. Өте қызғаншақ. Басқара біледі сізді. Басқара біледі. Және де өте қатты мінез көрсететін сияқты. Нақты басқа біреу бар ма? Көрейікші. Нақты бар ма? Жоқ, нақты жоқ. Өйткені бұл жерде қаражат мәселесі, өте еңбекқор, өзін жұмысқа, жұмыс істеп жатырған сурет байқасаңыздар болады. Бұл жерде пентакли, яғни еңбекқорлық, жұмысты білдіреді. Енді бұл бірінші картада
бұл жерде пентакли жинаған өзінің ақшасы бар десем болады, өзі жинап жүрген. Және де спектакль қойылып жатқан картаны көріп тұрсыздар. Бұл жерде күйеуіңіз біреудің айтқанымен жүрмейді, тек өзінің қолынан іс келеді, өзінің ойы бар, өзінің мнение дейміз ғой, ойы, өзінің алға қойған мақсаттары бар. Тек қана отбасы деп жүр, ешқандай треугольник, яғни махаббат үштігі жоқ. Тек қана жұмыс, отбасы, сізді жақсы көреді, және де баласын ойлап тұр, жақсы көреді, бала шағасын, отбасын ойлап тұр. Осымен менің видеом аяқталды. Егер де сіздер жеке аштырғыларыңыз келсе, хабарласыңыздар, WhatsApp номерді жазып қалдырамын. Егер де сізге сәйкес келмесе, бұл расклад келесі видеоны күтіңіздер деп айтқым келеді. Сау болыңыздар.